Бүгін сенің жұмыстағы бірінші күнің. Дұрыстап істе жұмысыңды. Мына балам қарның аш қалмады ма, жей ғой. Ойбай, сіз кімсіз? Мен бұл баланың мамасымын. Өзі 40 жылда бірінші рет жұмысқа шығып тұрды. Ұстап қараңыздар, я. Жаным байқап жүр. Саған чай, кофе керек емес па? Маған кофе. Қайдағы кофе? Клиент кетті, бар сатсашы, не істеп olsun? Бізде Едон кезетте, бізде Едонда, бізде айтсаңыз, бізде 10 теңгеден бастап 6000 теңгеге дейін 2000 түрлі тауары бар деп. Я, сондай. Айтсаңыз, біздегі тауарлар Қытайдың сайттарынан да арзан десеш? Я, Қытайдан да арзан, я. Айтсаңыз, бізде Едон кезет деген сайт бар. 30.000 теңгеден бастап сол жерден оптым алуға болады деп. Қазақстан бойынша доставка бар деп. Адемекіде орналасқанбыз деп. Айтсаңыз, ұстап! Мама! Кім дейсің? Маған ұрысты. Дұрыс сата алмай жатса не істеймін енді? Неменеге ұрсасың? Ол әлі кішкентай ғой, енді ғана үйреніп жүр. Жаным балам менің, қошақаным менің, қотанайым менің. Болды, кеттік мына жерден. Енді бұл жерде бұл жұмыс істемейді. Ужас, кеттік. Фаясы мамасын балалары надоел бар ғой. Көмек керек па? Жоқ, керек емес, рахмет. О, доктор бар екен, Бізге доктор керек па? Бізде ойыншықтардың түр-түрі бар. Маған консультант керек емес, айттым ғой сізге. Сізге осындай ойыншық керек па? Керемет таңдау. Той, шошпаңызшы мені. Өтініш, мен мазаламай бермеңізші. Мен сізге жай ғана көмектескім келген. Маған сізді көмегіңіз керек емес. Жарайды. Адам не ұрса дейіп. Кешіріңіз, мынау қанша? Бұл Балабектің өздері шығарған ойыншықтары бізде түрлі. Амнан бағасы қанша? Кешіріңіз. Мен өзімнің сүйікті клиентімді обслуживать етіп жатқанда маған мешать етпеңізші. Сізге консультант керек емес еді ғой? Жүріңіз ар жаққа. Мынан бағасы керек еді. Тоқтаңыз. Мен қателестім. Сізді бар кезіңізде бағаламадым. Сіз маған қатты керек екенсіз. Өтініш, маған көмектесіп жібересіз бе? Негізі сізге қандай ойыншықтар керек еді? Мен өзіме садик ашып жатқам ғой, маған көп ойыншықтар керек. Садикке қажет заттар керек. Сіздерде сатыла ма? Жүріңіз артымнан. Бізде балабекке садик ашатын кәсіпкерлер үшін барлығы бар. Егер сізге балабақшаңызға арналған ойыншықтар мен дамытушы тауарлар қажет болса, Балабек гипермаркетінен керегіңіздің бәрін таба аласыз. Сонымен қатар бізде қазақ тіліндегі өз өндірісіміздің дамытушы ойындары мен оқу құралдары бар. Барлық тауарлар сертификатталған. Осының барлығын біздің Балабектен таба аласыз. Рахмет, сіз мен өмірдегі ең керемет консультантсыз. Счетты 50-50 төлейміз, я? Ойба, неге? Енді сен маған қарағанда көбірек жедің де, просто сен көбірек төлеу керексің да. Дұрыс, барлығын есептеймін. Сенің аузың менің аузыма қарағанда 5 сантиметр екен. Так что сен көбірек жедің. Тоқта, міне сенің картинам, менің картинам. Сенікі маған қарағанда үлкендіріп, сен көбірек краска болып қалсың. Сен көбірек төлейсің. Күте тұр, біз жаңа ғана еще парфюм жасадық. Сол кезде сен көбірек жасадың. Өтірік айтпа. Мен сенің солай айтатынды біліп, әдейі оператор жалдадым. Менде барлық дәлелдер бар. Сен көбірек тамақ жеп, көбірек парфюм жасадың. Той өзі, менде ақша жоқ. Өзің төйсіз, мен саған потом қайтарам. Той енді сен өзің ғой, Луфи артқа свиданияға келейікші, бұл жерде 40-тан астам свиданияның түрі бар деп айттың ғой. Парфюм жасау, скульптура, одан кейін сурет салу, небәрі 8500 теңгеден басталады деп өзің айттың. Джентльмен болып өзің төлей салмайсың ба? Еще бұлар мастер-класстар на выезд жасайды және девишн жасауға болады деп айттың. Жботтанбай төле. Қара, Еркебұлан, тоқтар. Ужас. Мынау немен шашылып жатыр? Кешіріңізші, біз ақшаны тым көп тауып қойып, жинап үлгермей жатырмыз. Айжан, мен бизнесім қалай жүріп жатыр? Керемет, сіз ұйықтап жатқан кезде $1 миллион табыс таптық. Айжан, ертең $2 миллион табындашы, өзіме тағы бір яқтылайын деп едім. Болды, тамақ ішпей демалмай таңға дейін жұмыс істей береміз ғой. Сендерге зарплата керек емес қой, Жоқ, керек емес, біз сауап үшін жұмыс істейміз. Сауда ету жақсы жүріп жатыр ма? Ой, керемет, тауарларымыз ешқандай таргет рекламасызсақ өзімен өзі өтіп жатыр. Енді бизнестегі сондай оңай ғой. Одан кейін Едон KZ деген сайт жақсы болды. Барлығын сол жерден тапсырыс беріп жатырмыз. 10 теңгеден 6000 теңгеге дейін 2000 түрлі зат бар екен. Кейбір тауарлары Қытайдан да арзан. 30.000 теңгеден бастап оптом тапсырыс беруге болады екен. Қазақстан бойынша жеткізу бар. Арман мырза, сіз гольфқа барып ойнай кетсеңізші, біз өзіміз жұмыс жасай береміз. Мен онда Мальдив аралдарына бар демалып келген, сендер мен сияқты істей бересіңдер ғой, Ой, демалыңыз, біз жұмыс істей береміз. Бізге сіз бай болсаңыз болды. Арман мырза. Қайда менің $1 миллион? Қайдағы $1 миллион? Налоговый келіп тұр, барлығын тексереміз дейді. Одан кейін аренда төлеу керек. Сосын менің зарплатамды салып жеңізші уже. Не ғой, Айжан, сен 500 теңге бар ма? Бегун алып жейін деп едім. Жан, что-то қарным ашып тұр. Кіммен сөйлесіп жатсың? Аға, ешкім мен. Әкеш телефонды кәне. Телефоным өшіп қалды. Сонда өшіп қалған телефонмен сөйлесіп отырсың ба? Что-то подозрительно. Сен боянып ғой. Bir жерге барайын деп жатсың ба не? Иә, подружкам Сабинамен кездесейін деп жатқам ғой. Қайсы Сабина, группаласымен ба? Иә. Өтірік айтпа.
Сабина мен қазір мен свиданияға барайын деп жатырмын. Сен кіммен кездесейін деп жатсың, а? Мынаусы несі? Донер заказ бергенсің бе не? Иә, аға, сізге заказ бердім. Жек көріңізші, жас донер. 1000 теңге небәрі өте дәмді. Дәмі деген керемет екен. Ішіне хат салып жіберіпті. Айжан, жаным, ас болсын, мен сені астында күтем. Сен телефон өшіп жатыр деп едің ғой? Жоқ, ешкім. Кәне, бер телефоныңды. Жоқ. Лапан астыға түссеңші, свиданияға барайық. Сталдыңдар ма? Балапан, қазір мен түсем астына, ешқайда кетіп қалма. Жан, көмек керек па? Аха, онда картошканы арши берші. Картошка қайда? Холодильниктен. Холодильник қайда? Әне тұр ғой? Мынау холодильник па? Жоқ, анау ақ холодильник. Аха, картошка қайда көрінбейді ғой? Бірінші ашсаңшы. Мынау картошка ма? Иә, Бұны қалай аршиды енді? пышақпен. Пышақ қайда? Қасық вилка тұрған жерде. Олар қай жерде тұр? Міне тұр ғой? Оның бірінші қабығын аршу керек, жан. Оны қалай аршиды оны? Қош, не қыласың әйелдің жұмысын? Сен одан дана сынып тұрған орындықты жөндеші, ә? Қайсысы орындық? Әне тұр ғой? Мынау ма сынып қалған? Иә. Бұны жөндеу керек енді. Иә. Қалай жөндеймін мен оны? Жабыстыру керек. Немен жабыстырамын мен оны? Астына клей бар ғой, сонымен жабыстырасың. Осымен жабыстырам ба? Иә, алдында өзің астына мощный захват, любой нәрсені жабыстырады, шеге керек емес. Қазақстанда жасалған деп алдың ғой, сонымен жабыстыр. Қалай жабыстырам енді мен бұны? Жарайды, жан. Картошканы арши берші, өзім жабыстыра салам, жарай ма? Все, картошканы аршыдым, жан. Той өзі, істесең дұрыстап істеші. Ой, саған көмектессең де жақпайды екенсің. Не болды соғышама ұрысып? Қойшы болды, істемеймін, өзің істей бер. Пап, маған ақша берші. Конечно, бер алам. Мә ақша. Жетпей ма, мә тағал, мә. Жетпей ма, мә. Бүкіл менің ақшамды ал, қызым, сенен аяғам дейтчесін. Папа, маған да ақша берші. Ой, мә ақша, мә. Осыншақ папа, тағы да берші кішкене. Ойбай, сен құтырайын депсің де. Қызым, саған завтрак алып келдім. Уф, пап, мен оятпаңызшы, ұйқым қанбады. Ой, ұйықтай бер, түскі бір енді болды ғой, ерте әлі. Жанымызды. Ей, таңғы 6 болды, тұрсаңшы. Не болды көтіге күн түскен ұйықтап? Тұр қазір, стройка жасаймыз, үй саламыз қазір. Тупап кішкене ұйықтайыншы. Мынау қайтеді? Қызым, міне саған туған күніңе айфон құтты болсын. Вау, рахмет, папа. Папа, маған да сыйлық беріңізші. Саған астат монтажный клей сыйлыққа. Мә, Қазақстанда жасалған шегесіз ПВХ панель, бамбук панель, лувер, керамогранит, плинтус барлығын жабыстыра береді. Мощный захват. Папа, бірақ бұнымен не істеймін мен? Осымен, ұлым, жаз бойы үйге ремонт жасайсың. Белің сойылғанша жұмыс істейсің, ұқтың ба? Бар жұмыс не? Пап, мен сіздің машинаңызды айдағам ғой, кішкене соғып алдым. Ой, іште кетпейді қызым, дүние ғой, өзің аман болсын бол, жөндеп аламыз ғой. Папа, мен сен телефон құлатып алған бұна защита стеклосы кішкене сындырып алдым. Өзім ауыстырып берем, жөндеп берем барлығын. Мамаларың қайда? Қазір келеді. Шай беріңдерші. Ей, көріп атым. Мен почтан пароль қандай еді? Білмеймін, папа. Қалай білмейсіңдер? Сендер ашып берген жоқсыңдар ма? Қай жерде бір 5 теңге тұрады, кім алды? Өзіңіз алдыңыз ғой кеше темекке. Ой? Үй жинамайсыңдар ма? Үй шашылып кетіпті ғой. Мен зарядкың басы қайда, наны алмаңдар деп ем ғой. Ой, бұлар. Не ол? Құлап қалмайын. Болды, папа, көзіңізді ашыңыз. Бұл сізге балаларыңыз атынан сыйлық. Маған ба? Иә. Анау кожа ғой мынау. Иә, қол өнер ғой таза. Россиядан келеді. Россиядан? Иә. Мен атым жаздыртпапсыңдар ғой, ат жазып береді екен ғой. Мынадай балтасымен бірге. Мен алдым интернеттен қарап жүрген набор ғой. Иә, аты мәртебе деп аталады. Мәртебе? Иә. Балыққа баратын болып тұр екен. Пышаққа да күшті қылып аттарды жазып береді екен. Шампурлармен шашлық істесеңіз де болады. Ана Мұратқа айтып мақтанатын болдым ғой өткенде. Маған ана бір пышақ алдым деп мақтанып жүрді, мен мынаған қарай. 100 грамдардың бәрі бар екен. Ой, рахмет балдарым, жәндер машина айтыр. Түсіріңізші WhatsApp-қа класстастардың группасына жіберейін. Мен 40-қа толған кезде Мақсат аға набор ключ подарок етуді, қаяқта сол? Ой, папа, оған қайдан білемін? 10 жыл өтті ғой. Еш нәрсенің қадірін білмейсіңдер. 10 жыл өтті дейді ғой. 40-тамын мен әлі. Ана Вандам киносын көрсететін канал бар еді ғой, қайда кеткен? Әкеңіз қосып берейін. Болмаса рыбалкыма бір бәле қосасаңдаршы. Ұйықтап алайын кішкене.
Алло, Майра? Алло? Майра? Ана, Майра сөйлейтін қып істеп беріңдерші, настрой. Бір нәрсесін басып тастаған ба, балдар? Папа, бүгін жаңалық көрдіңіз ба? Иә, құрылтай сайлау жоғары саяси бәсеке жағдайында өтеді деп жатыр. Одан кейін 145 депутаттық орынға 7 партиядан 546 кандидат үміткер болайын деп жатыр. Бұл енді сайлаушыларға бағдарламалар мен түрлі идеялардың ішінен өз таңдауын жасауға мүмкіндік берейін деп отыр ғой негізі. Памятіңіз мықты екен, жаттап алыпсыз ғой. Ой, мен сендер сияқты дейсің. Мен мамаңмен танысқан күнді де ұмытпай жаттап алғам ғой. Оны ұмытып қалсаңыз, мама өлтіреді ғой сізді. Аңғарашпын, әкелеріне машина подарок етіп отыр. Маған қашан машина бересіңдер? Ой, әпереміз ғой. 1000 жарым теңге бере тұрасыз ба футболға? Бұлар ше. Светті өсіріп жүрмейсіңдер ма? Әкелерің тоқ заводта істей ма? Ой, папа, ондай тоқ завод деген жоқ қой. Электриктің ба бір бәле демейсіз ба одан да? Маған ақыл айтпай ақ қойшы сен, сабағын қатырып оқып ал одан да. Не болды? Бір итке доставка барған ма? Мен ақ кешіп келесің деп ырылдап осы жерге дейін қуып келді ғой. Қош. Зато келесі заказыма ертерек баратын болдым. Келесі заказ кімге еді сонда? Бір мысыққа вискас апаруым керек. Не болып отыр? Қаяқта жүрсің? Зоопарк қой, зоопаркке доставка барып жүрмін ғой. Ой, қоймай. Бар енді. Қазір. Маме дед, мотоцикл алып алғансың ба не? Қалай ол? Бірінші күн жаяу жүрдім. Екінші күн велосипедпен жүрдім. Үшінші күні мопед алып алдым. Қош. Бүгін төртінші күн мотоцикл алып алғансың, ертең машинамен жүрсем ба? Қой, көрерлер ит таппайды ғой. Бір жерлерден айтыр, неге қанша ұрлап, неге қанша. Көрер деп менсінбей тұрсың ба не? Жоқ. Ну смотри. Болсаң кегір жіберейін. Ай, вольтқа кіріп алдың ғой. Дым, комиссия жоқ, тапқан ақшаң бәрі өзіңде қалады. Еще ақшаңды күнделікті беріп отырады. 24/7 қолдау қызметі бар, иә. Ай, таксопаркқа артық комиссия төлегенше осы жермен серіктес болса мен сияқты. Адресін төлебей 4 десең ба осы жерде қабылдап жатыр. Давай. Родной, кіммен сөйлесіп отырсың? Батя ғой үйде жатыр да, кішкене наққа келіп жұмыс істеп тұр. Да? 70-те ғой батаң сен? Ой, жұмыс істесің, не алады, 70-те болды. Жап-жас тұр. Ане бір көрер, көрер болған түріңнен жан. Каспиң нечі бір 10 мың сап жүрейін саған. Құр бар ба? Құр кет бар. Өтірік, телефондарын алып көрерге 5 мың көмектесіп жатыр. Құр бар, басқа контент жаса бар. Бересің бе, үй бер, машина бер конкретно. Санасыз әкемін ғой мен сенің. Жынды болып қалдым ба, обетіңе болсын деп жатырмын ғой. Бол папа, аударып жүрсеңші. Бергеші. Ұрып жіберем ғой, ұлдар. Темек шекпейміз деп келістік қой жаңа. Ар жақта мусорка өртеніп кетіп, охранник бізден көріп жатыр. Сендер шеккесін деп қырылып қалдым жаңа ғана ше. Шекпеңдерші, пожалуйста. Макс, шекпеңдерші деп тұрмын ғой. Қойыңдаршы, білгендеріңді істеңдерші маған. Кел бол, жылама, отыр. Не айданан мафия деп ойыннан шығар жергесін. Өзі ғой үндемей отқан. Үндемей отса мафия деген сөз ба? Кішкене алыстан кеп отыр ғой, сыйласаңдаршы. Айдан жылама кел бол, мына жерге отыр. Ой, бапты ойнап. Бопты емес, Макс. У мен жан подругам. Аяғын ит істеп алған, оны ойнасын до конца. Отыр, ойнайсың. Қыздар төменге қарай түсе беріңдер, қазір жинап алайын, барам я. Че там қайқа баратсыңдар? Қыздармен салат жасайын деп отыр, төмен қарай түспей ақ қойыңдар, жарай ма? Мен барайын да, бос Макс, салат жасайын деп жатыр, қыздармен қарасайшы. Бос барайын. Макс! Қыздар, жігіттер кеңдер, арбуз жеп алыңдар, жаңа қуырдақтан кейін күшті кетеді. Одан кейін кім жаңа шөлдедім деген, өткенде Зурай ұнады дегеннен кейін Зурай келдім, келсеңдер, ішіп алсаңдаршы бәрің. Мә, тамақты сен істегенсің ба? Иә. Мә, арбузды да сен алып келдің ба? Иә енді. Молодецсің, ә? Кім, Арман, машинамда, қара сумкамда 19 сникерс тұр, жаңа 19-ың алғам. Алып келіңдерші, жеп алыңдаршы. Мен қазір ана бұлаққа түсуге бара жатырмын, жаңа таспен қоршап, терең жер жасап қойдым да, есі үшті жүріңдер, иә. Арбуз жеп алыңдар, или кесіп кетейін ба бәріңе? Бол, бара бер өзіміз не қоямыз, ә? Молодец осы. Сен де вайн. Ничен. Сен таппай жүрсек, тамақ ішеміз жүр, кімге ренжіп отырсың? Бара берші, барам артыңнан. Бол, итак, айдана таудың төбесіне шығып кетті, ол да ренжіп түспей жатыр. Бұрынғы бывшийің ғой, қазір оның жігіті бар, сенің қызың бар деген сияқты ғой. Ой, бара берші, барам артыңнан. Не үшін ренжіп отырсың, соны айтшы. Неға болса жұмбағымды шеш деп қаласыңдар, өйстіп, бәрің мен үшін келген ұсап, әр жақта жамырап, мен қайттым онда, бәрің өйстіп отырады. Барам.